Бақтыбек орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Педагог-психолог Калишева Асылай Көкеновна. Құрметті ата-аналар, көктемгі демалыстың ертерек әрі ұзақ болу қиындық сияқты көрінгенімен, оны мүмкіндікке қалай айналдыруға болады? Ең алдымен ата-аналар мен балалар арасындағы қайнаған жұмыс пен күнделікті сабақ себебінен сәл алшақтаған қарым-қатынасты нығайту үшін таптырмас мүмкіндік деп қарайық. Ел іргесі бүтін, заманымыз тыныш, балаларыңыз аман болсын. Ата-аналарға арналған бірнеше психологиялық кеңестерге көңіл бөліңіздер. Бірінші, вирус туралы жалпы проблемалар туралы үнемі ойламаңыз. Шағым ол адамның иммундық жүйесін әлсіретеді. Егер сізді бір ой мазалайтын болса, оны қағаз бетіне түсіріп, кейін оны жай ғана жыртып тастаңыз. Екінші, адамдар бір-бірімен сөйлескенде әлеуметтік инфекция деген ұғым бар. Сондықтан ұзақ уақыт бойы байланыс құрылғыларын пайдалануға болмайды. Бұл сіздің эмоцияңызға инфекция. Үшінші, балаларыңыз карантинге байланысты үйде қалдырылса, теледидар, интернетті отыруды алмастыратын ойындар мен маңызды нәрселер тізімін жасап қойыңыз. Баламен бірге орындай отырып, оны қадағалаңыз. Төртінші, дұрыс тамақтану рационына ауысуға таптырмас мүмкіндік. Жалпы алғанда, тәтті тағамдарды көп пайдалану ағзамызды әлсіретеді екен. Бесінші, балаңызға күніне кем дегенде 30 минуттан артық дене тәрбиесіне де көңіл бөлуін ұмыттырмаңыз. Вирустар мықты және позитивті адамдардан қорқады. Бізде бәрі жақсы. Өмір ол өзгеріс. Тұрақтылық адамды жалқаулыққа айналдырады. Сондықтан жаңа проблемалармен бірге жаңа белсенділік пен мүмкіндіктер, шешімдер пайда болады. Біз біргеміз.